Сәлем футбол жанкүйерлері. Чилилік шабуылшы Иван Самараноны футбол тарихындағы ең ерекше номерде ойнаған футболшы десек артық айтқанымыз емес шығар. 1997 жылы Бам-Бам Интерде өзінің сүйікті 9 номерінде ойнап жүреді. Алайда миландық клуб бразилиялық шабуылшы Луис Назаре Роналдоны сатып алғаннан кейін 9 номерге клубтың ішінде талас басталады. Талас соңында қос шабуылшы алдағы әлем чемпионатында ұлттық құрамалары өзара кездесетін болса, жеңгені 9 номерді алады деп бітімге келеді. 1998 жылы Францияда өткен доп додасының 1-8 финалында Бразилия Чили ұлттық құрамасын 1-4 есебімен ойсырата жеңеді, ал Иван 9 номерді бразилиялыққа табыстайды. Ал өзі 18 номерді алып 1 мен 8 санының арасына плюс белгісін қойып математикалық әдіске көшеді. Иван Самарано 1 қосылы 8, яғни шешімі 9 болады деп топшылайды. Құрметті достар, егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботиньо KZ арнасы.